Бисквиті тек ұшақ заттан тұратын, бірнеше рет бөліп құюды қажет етпейтін, пропиткасыз жасала беретін осындай Рафаэлло тортының рецебімен бөлісемін. Қарапайым заттардан өте тез жасалатын осы торттың рецебін көргіңіз келсе, каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Толық рецебі видеоның астында описание бөлімінде көрсетілген. Бисквиттің дәл осындай болғанын қаласаңыз, менің каналымда толығымен көрсетілген. Бисквитті жасау үшін барлық заттар бөлме температурасында, яғни жылы болуы қажет. Жұмыртқаны ыдысқа салып, үстіне қантымызды 2 рет бөліп, 10-15 минуттай миксерлейміз. Ұзақ миксерлеп, осындай аппақ пена болған кезде тоқтатамыз. Міндетті түрде ұнды електен өткізіп, басып алмай төменнен жоғары қарай осылайша араластырамыз. Бір келкі масса болған соң формаға құямыз. Менде форманың диаметрі 20 см. Бисквитті алдын ала қызған пеште осылайша пісіріп аламыз. Бисквитті тек суығаннан кейін ғана формадан босатамыз. Оны арнайы пышақпен немесе жіптің көмегімен осылайша 3 немесе 4 бөлікке бөліп аламыз. Енді кремін дайындаймыз. Менде 250 грамм творожный сыр, 100 грамм сахарная пудра және 500 грамм сливки. Яғни крем-чиз. Егерде өз қалауыңыз бойынша заварной крем немесе басқада кремдерді қолдануға болады. Тортыңыз дөп-түзу әдемі болсын десеңіз, осылайша кальциямен жинаған дұрыс. Енді торттың шетіне крем жағып, шетіне айналдыра осындай кокосовый стружканы жайып шығамыз. Осымен Рафаэлло тортымыз дайын. Торттың бетін өз қалауымыз бойынша осылайша әсемдеуге болады. Торттың бетіне дайын Рафаэлло конфеттарын немесе кокосовый стружкаға сгущенка және миндаль қосу арқылы осындай шариктер жасауға болады. Достар, менің каналымда осы торттармен қатар тез жасалатын, оңай жасалатын салаттар мен түрлі выпечкалардың рецептері бар. Өткізіп алмас үшін каналға тіркел.